Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мерекесі атап өтіледі. 1991 жылғы 10 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақ КСРін Қазақстан Республикасы деп қайта атау туралы заң қабылдады және Қазақстан президентінің ұлықтау рәсімін өткізді. Добрый день, уважаемые друзья! 1 декабря страна отмечает День первого президента Республики Казахстан. 10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принимает закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и приводит инаугурацию президента Казахстана. Бұл видеода біз тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев билікке келгеннен кейін болған маңызды оқиғаларды еске аламыз. В этом видео мы вспомним все значимые события, которые произошли после прихода к власти первого президента Нурсултана Назарбаева. Да здравствует мой Казахстан, где лидер Назарбаев Нурсултан, республики свободный основатель и независимости мудрый созидатель и первый президент нашей страны. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң, атап айтқанда ту елтаңба әнұран 2007 жылғы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел, у древка вертикальная полоса с национальным орнаментом, изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента цвета золота. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнеленген. Гимн Казахстана ранее известный как песня «Менің Казахстаным». По инициативе президента Нурсултана Назарбаева был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации главы государства. С приходом первого президента в Казахстане многое поменялось, многие люди нашли новую работу. Но главным событием было принято для Восточно-Казахстанской области закрытие ядерного полигона. Және де Қазақстан ядролық қауіпсіздік рейтингінде ең қауіпсіз елдердің қатарына кіреді. Бұған тұңғыш президенттің 1991 жылғы 29 тамыздағы Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлығы ықпал етті. 1949 жылы 29 тамызда полигонда алғашқы сынақ өткізілді. Выдающимся успехом Казахстана и лично первого президента является создание новой столицы – Астаны. За прошедший 21 год на месте рядового областного центра возник современный город со столичными функциями. В соответствии со всеми мировыми требованиями в области градостроительства, архитектуры, а также в соответствии с другими требованиями, которые предъявляются городам такого уровня и статуса, Астана стала визитной карточкой суверенного Казахстана. Столица задает тон и темп жизни всей республики. Перенос столицы стал эпохальным событием, определившим весь ход развития страны в период независимости. Астана солтүстікке 1000 шақырымнан астам жерге көшірілді. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмола Астанаға болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. Немалое внимание уделялось развитию молодежи. В целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год объявлен Годом молодежи. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев уверен, что именно развитие института семьи и молодежной политики должны стать одним из приоритетных направлений работы правительства. Жас мемлекет тұрғындарының дұрқын сақтау үшін отбасылық мерекелер де ойлап табылды. 2013 жылғы 1 наурызда ел президенті Назарбаев Қазақстан Республикасының кәсіби және өзге де мерекелерінің тізбесіне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлық негізінде елде жаңа мереке отбасы күні пайда болды. Ол қыркүйектің әр екінші жексенбісінде мерекеленеді. В 2017 году Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела международную специализированную выставку «Экспо». В ней приняли участие 115 государств и 22 международные организации. Выставку посетили порядка 4 миллионов человек, из которых 500 000 приехали из других стран. Тәуелсіздік кезеңіндегі еліміздің басты спорты оқиғасы 2011 жылы қысқы Азия ойындарын өткізу болды. Оған 30-ға жуық әлем елдері қатысты. Одним из главных достижений периода независимости является возрождение и дальнейшее развитие казахской культуры, а также культуры и традиций этносов, населяющих Казахстан. 1990-2000-е годы стали бесспорно новым этапом в истории казахской культуры. Заманауи Қазақстан ұлттық жаңғыру кезеңін бастан кешуде. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев баяндамасында елдегі өзгерістер ұлттық мемлекеттіліктің жандануы ретінде сипатталады деген. Сондай-ақ халықтың қолөнер, халықтық әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер және ұлттық спорт түрлері, ұлттың діні, ұлттық білімі және қазақ тілі. Қазақ тіліндегі ән жанры мен өлеңдері қайта жандануда. Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года о культуре регулирует общественные отношения в сфере создания, возрождения, сохранения, развития, использования и распространения казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана. Сондай-ақ адамдарға гүлденген республикамызда бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге көмектесетін мемлекеттік органдарға үлкен көңіл бөлінді. 1992 жылғы 7 мамыр Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күні болып табылады. Бұл күні президент өзіміздің ұлттық қарулы күштерін құру туралы жарлығына қол қойылып, тұңғыш қорғаныс министрі ретінде генерал-полковник Нұрмұхамбетов тағайындалды. По состоянию на сегодняшний день организационная армия Республики Казахстан представлена 3 видами: сухопутными войсками, силами воздушной обороны и военно-морскими силами. Личный состав вооруженных сил Казахстана комплектуется по призыву и на контрактной основе. 1995 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Оның мақсаты елдегі қоғамдық саяси келісімді қамтамасыз ету. Впервые идея об организации озвучена на форуме народов Казахстана в 1992 году. Сначала ассамблея была консультативно-совещательным органом при президенте, затем трансформировалась в конституционный орган с общественно-политическим статусом. Жүз ұлттар, жүз халықтар, жүз тайпалар. Барлығыңызға рахмет және сізге тағзым етіңіз. Абай айтқан достық болсын, күн сияқты бейбіт жерді жарықтандырады. Қазақстанның күш-жігері мен жетістіктерін талдай отырып, республика стратегиялық тұрғыдан дұрыс жолды таңдады деп нық сеніммен айтуға болады. Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасы неғұрлым бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарынан лайықты орын алған. Анализируя усилия и достижения Казахстана, можно с уверенностью констатировать, республика выбрала стратегически правильный путь. В настоящее время Казахстан считается по праву региональным лидером и стремится занять достойное место в числе 30 государств с наиболее конкурентоспособной экономикой.